1872 жыл 5 қыркүйек Сарытөбек ауылы руы Үмбетей, бабасы Шақшақ, әкесі Байтұрсын, уезд начальнигі полковник Яковлевтің басын жарған ұры. Конократ 15 жылға Сібірге айдалып, қашып келген қашқын. Анасы Күнші. Аманқарағай болысының Құлыбек қызы Арғын. Товарищ Алашардинец, Байтұрсынов Ахмет, вы признаете свою вину? Жоқ. Отвечайте на русском языке. Это государственное учреждение. Айыбым бар. Айыбым түрі жүргенім, ғылым қуғаным. Кешегі ұлтшыл, байшыл, Алашорданың мүшесі, контрреволюционер Ахмет Байтұрсынұлы буржуазияшыл бағытынан айнып, коммунистер партиясына қабылданды. Үндемей өлсек, сүйекпен көмсек. Кейінгілер демес пе, лақ құрылы бақырмай, өлген екен япырмай. Алашорда ұлтшылдары Алашорда партиясын түбегейлі жеңілді. Құнсыз болып жеріміз, жесір болып еріміз. Жан менікі дей алмай, ит пен құсқа жем болдық. Жасасын коммунистік партия, жасасын советтер одағы. Байлар менен молданы қамшымен қодай қу. Жасасын кедейлер үкіметі, жасасын совет одағы. Бүгінгі жасаған еңбегім ертең ақталар ма? Қазақ елінің болашағы қандай болар екен? 100 жылдан кейін қазақ елінің жағдайы қандай болар екен? Сұрақ өте көп. Мен жастарға сенем деп, Мағжан ақын айтқанды, сол сенімді ақтар деп, адал ұрпақ сапталды. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Қашық болар бес нәрсе, жастар бұдан шошынбақ. Асық болар бес нәрсе, бізге адал жол болмақ. Көмкерілген гүлменен, шуақталған күлменен, біз Қазақстанның бүгіні адал жол таңдаймыз. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп барып күн болған, азат елдің ұрпағы, Адал ұрпақ мен болам.